Балаға талас. Бірінші бөлім. Авторы Мейіргүл Оңғарова. Болған оқиға ізімен. Бота үлкен әулеттің тұңғыш ұлы Қанатқа тұрмысқа шықты. Қанат 6 ағайынды еді. Қанаттың артынан ерген 2 ұл, 3 қыз бар. Бәрі бір үйде тату-тәтті тұрып жатты. Ата енесінің Бота дегенде шығарда жаны бөлек. Әсіресе енесі үлкен келіне шаң жуытпай алақанында ұстады. Бота да бұндай тату отбасына келін болып түскен үшін бақытты еді. Қанаттың бауырларын өз бауырларынан кем көрмеді. 2 қайын-інісі 3 қайын сіңлісіне бірден жылы қабақ танытты. Олар да үлкен жеңгелерін ағалармен теңдей сыйлап жақсы көрді. Бота босаға аттамай тұрып көтеріп қалған еді. Келін болып түскенде ішінде 1 айлық сәби болды. Қанат сүйіктісінің адалдығына күмән келтірген емес. Құрсағына сәби біткенін естігенде қатты қуанып, сүйген қызын үйіне әкелуге асықты. Той дүркіреп өтті. Үлкен әулет, туған туыс Қанаттың қуанышын көтеріп алды. Қанаттың әке жағынан да, шеше жағынан да туыстары ерекше ұйымшыл еді. Қанатқа тойдың ауыртпалығын білінген жоқ. Дабыра басылған соң Қанат пен Ботаның ерлі-зайыптылар ғұмыры басталды. Ботаның екіқабат екенін естіген Қанаттың туыстарының қуанышында шек болған жоқ. Ботаны енесі күтіп баптап күн ара сорпалады. Әйел адам дені сау баланы дүниеге әкелу үшін алдымен миы тыныш болу керек. Ештеңе уайымдама. Бір нәрсеге көңілің толмаса маған айт қызым. Өзім реттеймін. Сен менің үлкен келінімсің. Сен дүниеге әкелетін сәби осы шаңырақтың тұңғыш немересі болады деп Ботаға ерекше қамқорлық танытты. Ботаның жүктілігі жеңіл өтті. Тіпті ішінде бала бар екен де сезбей жүріп ойнап кететін. Ондайда атасы, еркек келінім, әлі балалығы басылмаған деп маңдайынан сипап қоятын. Бота үйдің келін емес қызындай болды. Енесі еш баласын келіне қарсы сөйлеткен жоқ. Тіпті Қанатты да Ботаға аузын ашып қатты сөйлей бастаса, тәйт, о несі, мін термей тыныш отыр деп тыйып тастайтын. Бота үй тірлігіне епсіз еді. Енесі, өзім үйретіп алам, құдағи. Еті сіздікі, сүйегі менікі. Боташ ендігі жерде сіздің қызыңыз ғана емес, менің келінім деп Ботаның анасына оңашада айтқан. Енесі сөзінде тұрды. Ботаға әліпби үйреткен мұғалім секілді үй тірлігінің бәрін үйретті. Нәтижесінде Бота қолынан бәрі келетін 5 аспап келіншекке айнала бастады. Бота айы күні жетіп дүниеге ұл әкелді. Ұлдың атын Есіл деп қойды. Есіл дүниеге келгенде ата енесі ұлан асыр той жасады. Тұңғыш немерені перзентханадан шығарып алуға туысқандардан құралған тұтас бір қауым ел келді. Қанат лимузин жалдапты. Домбырашылар да, әншілер де осында. Думандатқан топ қуаныш үстіне қуаныш үстеді. Бота мәз-мәйрам болып, келген адамның әрқайсына рахметін жаудырды. 1 апта үйден қонақтық үзілген жоқ. Туыстардан бөлек біресе ата енесінің жолдастары, біресе жұмыстастары, біресе көршілері құттықтап шығады. Ботаның әке-шешесі де сол аралықта ат терлетіп келіп, қызының қуанышын бөлісті. Туысқандар тарқаған соң енесі, Боташ, Есілді омыраудан шығар, қойныма жатқыз, өзім бауырыма басып аламын деді. Ботаның жүрегі зу етті. Мама, менің омырауым қатып қалады ғой, түнімен емізбесем деді Бота. Енесі үндемеді. Сол күннен бері үйде балаға талас басталды. Есілді қатты күткен енесінің ойы баланы бауырына басып, келінін қырқынан шыққан соң жұмысқа шығарып жіберу еді. Бота оған көнбеді. Баламды ешкімге бермеймін, жұмысқа шықпаймын деп Есілді құшақтап жатып алатын. Ене мен келін арасына сызат түсті. 15 жылдан кейін көрген қызығым Есілімді бермей келін мен сыртқа тебеді. Бауырыма салып берсе ешкімнен кем қылмай бағып алар едім. Жастар өздеріне бала туып алады сосында деп көзінше көрші әйелге мұңын шағып отырған енесіне Бота не айтарын білмеді. Егер қазір қойныңызға салып берсем, өсе келе мені шеше деп мойындамайды ғой деді сосын Бота.
Өсе келе бала әке-шешесін өзі-ақ тауып алады, деді енесі. Бота терең күйзеліске түсті. Енесінің Есілді қатты жақсы көргені соншалық, тіпті емізіп отырса да немересіне тесіліп қарап, келіннің жанында отыратын. Түнде сәл шыр етіп жыласа, енесі атып тұрып, келін баласының бөлмесіне кіріп келетін. Неге жылатасыңдар, әкел маған бер, дыбысын шығармай бағайын, дейтін енесі. Ондайда Бота ашуға бой алдырып, бара-бара түнде бөлменің есігін іштен кілттеп жататын болды. Не жұмысы бар? Есіл менің балам. Неге кірсе береді, деп Бота Қанатқа мұңын шаға бастады. Қанат не шешесін, не әйелін жақтарын білмей, екі оттың ортасында қалды. Үйдегі ұрыс-керіс күн өткен сайын өрши түсті. Бота мен енесі Есілге келгенде екі жаққа қарап, сөзге келіп қала беретін болды. Енесі өз балаларын қалай өсірсе, Есілді де солай өсіргісі келді. Ал Бота өз дегенін істеуге тырысты. Есілді жуындырудың өзіне екеуі таласып қалатын. Енесі баланы орап қойса, келіні шешіп тастайды. Келіні бесікке жатқызса, енесі бесіктен шешіп қоларбаға жатқызып қояды. Бір-біріне ерегесіп істей ме, әлде қалай болып жатқанын үйдегілердің ешқайсысы түсінбеді. Бота келін болып кішіремеді. Енесі үлкендігін танытпады. Бір үйдегі қос әйел бір-бірімен тіл табыспайынша, бұл ұрысқа нүкте қойылмайтыны анық еді. Әр нәрсенің шегі бар. Бір күні Бота ұйықтар алдында Қанатқа бұдан әрі төзбейтінін айтты. Қанат, бұл үйден кетейікші, деп бастады әйел әңгімесін. Мама тыныш өмір сүруге мүмкіндік бермеді. Есілді бауырына салып бермейінше маған маза жоқ сияқты. Баламды бере алмаймын. Біз үйленерде олай келіспеп едік қой, Қанат, деді Бота. Енді мен анама не деймін? Бере сал баланы. Сен де шешемнің көңіліне қарауды білмейсің. Қарт кісі ғой. Сәби иісін сағынған шығар. Қойнына салып бергеннен Есіл жаман болып кетпейді ғой. Керісінше, бар жан тәнімен немересін жақсы көріп тұрса, соған болай үйден кетеміз дейміз бе, деді Қанат. Қанат, сен қалайша түсінбейсің. Қазір Есілді мамаға берсек, ол ертең өсе келе бізді адам құрлы көрмеу кетеді ғой. Балаға тапқан адам емес, баққан адам ыстық, деді Бота. Онсыз да қазақта тұңғыш немере ата мен әженікі. Есілді біз тусақ та әке-шешемнің баласы. Баяғыдан келе жатқан салт, ештеңе істей алмаймыз, деді Қанат. Бота, мен Есілдің болашағын ойлап отырмын. Екі жақты бала болып өссе, бәрімізге қиын болады, деп жыламсырады. Бер, түнгі 3-ге дейін емуге тұрғанша мамамның жанында жатсын. Түнде қайтып әкеліп алам, деді де Қанат Есілді көтеріп алып, анасының жанына жатқызу үшін бөлмеден шығып кетті. Бота көзі дөңгелеп қала берді. Есілім, кешір шанаңды. Кейін мені кінәлармай екенсің. Анам неге мені әжеме берді деп маған кінә қояр ма екенсің, ұлым? Мен шарасызбын. Қолынан ештеңе келмейді. Не сенің болашағың, не өз болашағым. Екеуінің біреуін таңдауым керек, деп ойланды Бота. Есілім, жаным, келдің бе жарығым, деп арғы бөлмеден енесі немересіне мейірленіп жатты. Бұл қандай махаббат өзі? Бота түнімен жылап шықты. Баламды меншіктеп алды деген ой жанын жегідей жеп барады. Қанат теріс қарап ұйықтап қалды. Ана мен баланы айырған тас жүрек деп біресе күйеуіне ренжіп жатып ұйықтап кетіпті. Бота көп өтпей төркініне баратын болды. Енесі Есілді сағынатын болдық деп көз жасын бір сығып алды. Не болды соншама? Мәңгілікке кетіп бара жатқан жоқпын. Бір ай болып қайтып келем. Мен де үйімді сағынам ғой, деп сілкінді Бота. Төркіні Ботаны құшақ жая қарсы алды. Есілді еркелетіп, жиендеріне ат мінгізді. Бота Есілді өзінің анасына қарай икемдей берді. Нағашы әжесінің балаға ебі жоқ. Көбіне сырттың жұмысымен қолы тимейтін. Бота баласын өз туыстарынан қызғанбайды. Ал Қанаттың туыстары жақындаса, төбешаш тік тұрып, баласын алып қашатын. Сөйтіп жүргенде жылдар жылжып, қайын інілері ержетті. Қайын сіңілілер де
бой жете бастады. Күндердің бірінде Қанаттан кейінгі ұл үйленем деген әңгіменің шетін шығарды. Қайын інісі үріп ауызға салғандай сұп-сұлу келін әкелді. Келіннің аяғы құтты болып, келгеннен жаңа отбасына қиналмай сіңіп кетті. Мінезі ақжарқын келін бәріне ұнады. Ботаның алдында да жеңгелеп жүгірген соң Бота келініне жылы қабақ танытты. Келін 9 айдан соң дүниеге шекесі торсықтай ұл әкелді. Есілдің артынан бауыр інісі еріп, ата-енесінің қуанышында шек болған жоқ. Келін перзентханадан шыға салысымен баланы енесі екеуі бірлесіп баға бастады. Бір қабақ шыққанын көрмепті. Үнемі, мама қойныңызға алып жата беріңіз, сіздердің тәрбиелеріңізді көрсе жаман болмайды деп баланы кемпір шалғай итере беретін. Бота таң қалды. Бір әңгіме үстінде келіннен сортпақтап сұрады. Баланы қызғанбайсың ба деді Бота. Неге қызғанам? Өз тұқымдары ата-әжесінің тәрбиесін көріп өссін. Ол кісілердің енді қанша ғұмыры қалды дейсің? Тұнған қазына ғой ол кісілер. Ата-әже мектебін көрген бала көпшіл болады деді келін. Кейін өзіңді шеше деп мойындамаса ше деп қоймады Бота. Ол баланың санасы мен біздің берген тәрбиемізге байланысты. Баланың туысқаншыл болғаны өзіне жақсы деп қысқа қайырды ақылды келін. Үйдегілердің аңсары бірте-бірте қайын-інісінің ұлына ауа бастады. Есіл шетте қалғандай болды. Сол кезде барып Бота өзінің қателігін түсінгендей болған. Қызғаныш деген қызыл ит ішін тырналап, көзін байлапты. Ұлын қызғанам деп жүріп, өз ата-әжесінен, өз тамырынан ажырата жаздапты. Бұл ойға терең бойламаған. Ботаның ішінде енді келініне деген өшпенділік оты тұтана бастады. Осының баласын ақ бәрі жақсы көріп тұрады екен. Менің есілім кімнен кем деген Бота өзінің бұрын басқан шоғын қайта басқалы жатқанын түсінген жоқ. Бір күні енесі 2 немересіне 2 кофта сатып әкеліпті. Екеуіне бірдей алам ба деп едім, бітіп қалыпты. Амал жоқ, екеуіне 2 түрлісін алдым деп сөйлеп кірді енесі. Ботаның көзіне келіннің ұлына алған кофта қымбатырақ көрінді. Бағасын білдіртпей қарап алды. Расымен, кішкентай немереге алған киім, бұның баласын алған киіммен 1000 теңгеге қымбат екен. Бота жарылып кете жаздады. Мама деп айқайлап жіберді. Базардан шаршап шалдығып келген енесі аяқ суытып демалып отыр еді. Ботаның айғайынан селк ете түсті. Мама, мына кофта Есілге тар деді Бота қалшылдап. Ойбой, қалайша тар деп енесі таң тамаша болды. Мына кофтаны барып ауыстырып келейін деді Бота. Еркің білсін келін, деді де енесі кіші келіне. Шырағым, шай қойшы деп дауыстап, орнынан тұрып кетті. Арғы бөлмеде жүрген кіші келін елпектеп ас үйге кіріп бара жатты. Әне айттым ғой, апам бізді бөледі. Кіші келіні десе шығарда жаны бөлек. Менің сөзімді тыңдамайды да, деп ойлаған Бота қолындағы кофтаны умаждай ұстады. Бота Есілді көтеріп алып, базарға бармақ болды. Енесінің бала қарайтын халі жоқ. Төсегіне қисайған күйі ұйықтап кетіпті. Ағарған шашы орамал астынан дуылдап шығып тұр. Әжім торлаған жүзі сондай жылы. Бота ешкімге ләм деместен Есілді алып базарға тартып отырды. Жылап келеді. Мен үлкен келмін. Есіл осы үйдің үлкен немересі. Бірақ неге екенін қайдам, бәрі келін мен баласына шаң жуытпайды. Бізді шетке қаға бастады деп іші тарылды. Базарда кеш батқанша жүрді. Үйге барғысы келмейді. Бәрібір бұны іздеп жатқан ешкім жоқ. Қолындағы аз мұз ақшасына баласын киіндірді. Есіл сәби кезінен анасынан бір елі ажырап көрмеген.